Биыл Шығыс Қазақстанда озық қондырғылармен жабдықталған заманауи жаңа май экстракциялау зауыты ашылады. Кәсіпорын күнбағыс майы мен жоғары протеинді күнжара өндіреді. Отандық өнім Қытай, Түркия, Иран, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты мемлекеттермен Еуроодаққа да шығарылмақ. Қазақ Астық Групп компаниясы ұсынған болашағы зор бұл жобаны Қазақстанның даму банкі қаржылай қолдап отыр. Қазақ Астық Групп компаниясына тиесілі бұл зауыт ең озық технологиялар бойынша жұмыс істейді. Оның қуаты тәулігіне күнбағыс дәнінің 1000 тоннасын, рапс пен зығыр тұқымының 800 тоннасын өңдеуге қауқарлы. Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан жобаны қаржылай қолдауға Қазақстан даму банкі 3 жылдық мерзімге 4,5 миллиард теңге бөлген. Бұл қаржы шикізат, майлы дақылдар тұқымын сатып алуға және қызмет түрлеріне жұмсалады. В целом проект соответствует мандату банка. Жалпы алғанда бұл жоба банк қызметіне сәйкес келіп тұр. Мақсатымыз қазақстандық май өндірісінің көлемін арттыру, яғни бұл болашағы зор сала деген сөз. Заманауи май өңдеу зауыттарының әлеуметтік экономикалық маңызы жоғары. Бұл салық түсімін көбейтіп, жаңадан жұмыс орындарының ашылуына ықпал етпек. Өз кезегінде егістік алқаптарының ұлғаюына да жол ашылады. Мұнда өндірілген сапалы өнімдердің 90%-тен астамы сыртқа шығарылады. Қазақ Астық Групп жауапкершілік шектеулі серіктестігі толық қуатына көшкенде 200-ден астам жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылмақ. Завод построен по современной. Бұл зауыт заманауи технологиялар бойынша салынған, мультипликативтік тиімділігі жоғары. Биыл шикізат өңдеп өсімдік майын шығаруды бастамақпыз. Қазақ экспорт сақтандыру жағынан қолдау көрсетіп отыр. Яғни біз Қазақ Астық Групп компаниясының Қазақстан даму банкінен алған қарыздары бойынша несиелік тәуекелдерін өз мойнымызға алып отырмыз. Құрылыстың екінші кезеңінде өсімдік майларын құтыларға құятын цехты іске қосу жоспарланып отыр. Болат Көкенайұлы, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден.